Сәлеметсіздер ме? Бұл біздің электр тізбектері туралы бірінші дәрісіміз кіріспе. Бұл дәрісте электр энергиясының негізгі түсініктері, халықаралық бірліктер жүйесі, сызықтық жүйелер, белсенді және енжар элементтер, кедергі және резисторларды қарастырамыз. Электр тізбегі дегеніміз не? Электр тізбегі немесе электр желісі дегеніміз электр тоғы жүретін тұйықталған тізбекте байланысқан бірнеше электр құрылғыларының жиынтығы. Бізде мұнда батарея сым арқылы резисторға жалғанып, резистордан бүкіл циклды тұйықтайтын басқа сым арқылы батареяға жалғанып тұр. Резистор тізбектегі ең қарапайым элемент болып саналады, және ол А және Б терминалдары немесе түйіндері бар екі терминалды құрылғы болып саналады. А және Б терминал арасынан бізде тоқ өтеді және кернеу немесе потенциал болады. Электр тізбектері не үшін қажет? Электр тізбектері электр қуаты мен энергиясын өңдеуде, беруде және тұтынуда қолданылады. Электр тізбектері ақпаратты кодтау, декодтау, сақтау, іздеу, беру және өңдеу кезінде қолданылады. Заряд бұл электр құбылыстарына жауап беретін заттың ішкі қасиеті. Бір электронның заряды 1,602 көбейтілген 10-19 дәрежесі кулонға тең. Белгілі бір аудан арқылы өтетін ток И, сол аудан арқылы белгілі бір уақытта өтетін электр заряды арқылы анықталады, яғни И тең болады зарядтың уақыт бойынша туындысына. Электр тоғының бірлігі ампер, яғни аббревиатурасы А, ол тең болады 1 кулон бөлінген 1 секундқа. Электр тоғының бағыты болады. Яғни А терминалынан Б терминалына қарай жүретін И1 тоғы және керісінше Б терминалынан А терминалына қарай өтетін И2 тоғымыз бар, және сәйкесінше И1 тең болады минус И2-ге. Зарядты тоқ күші арқылы қалай есептейміз? Алдыңғы слайдта айтып өткендей, бізде И тең болады зарядтың уақыт бойынша туындысына. Енді бізге екі жағынан интеграл алу керек, яғни Q тең болады минус шексіздіктен т-ға дейін И д тау. Егер біз минус шексіздіктің орнына т0-ді қоятын болсақ, онда т тең т0 кезіндегі зарядтың бастапқы жағдайын ескеру керек, және ол бөлікті біз теңдеуге қосамыз. Егер И т тең 4 квадрат минус 2т қосылған 5 ампер т0-ден үлкен немесе тең, және Q тең 0 т0-ден кіші болса, элементтің Q зарядын табу керек. Бізде Q тең болады интеграл минус шексіздіктен т-ға дейін И т көбейтілген dt тең болады интеграл 0-ден т-ға дейін И т көбейтілген dt қосылған Q0. Q0 бізде 0-ге тең екенін ескереміз. Тең болады интеграл 0-ден т-ға дейін И dt. Q зарядымыз бізде тең болады 0-ден т-ға дейін 4t квадрат минус 2t қосылған 5 dt. Тең болады интегралдау ережесі бойынша 4t куб бөлінген 3 азайтылған t квадрат қосылған 5t кулон болады. Сондықтан егер мен Q зарядты тапқым келсе, дұрыс т уақытты қосу керек болады. Біз электр тізбектердегі тоқтарды тұрақты және айнымалы ток деп бөлеміз. Тұрақты тоқтағы тоқтың бағыты мен белгісі тоқты өзгертпейді, ал екінші жағынан айнымалы тоқтағы тұрақты мән және тоқтың полярлығы өзгереді. Сондықтан ток қайтадан оң, теріс оң болуы мүмкін, және ол әртүрлі толқын формаларына ие болуы мүмкін. Бірақ ең кең тарағаны синусоидалы толқын формасы. Біз оның арқасында ғылымда және техникада электр энергиясын өндіреміз.
Ғылымда және инженерияда біз метрикалық жүйе деп аталатын халықаралық бірліктер жүйесін қолданамыз. Негізгі 7 бірліктер бар және барлық физикалық құбылыстарды осы бірліктердің жиынтығы болып табылатын бірліктермен өлшеуге болады. Мына жерде бізде өлшемі, аты және таңбасы көрсетілген. Ұзындық метрмен белгіленеді, салмақ килограмм, уақыт секунд арқылы, электр тоғы ампер, температура кельвин, зат мөлшері моль және жарық жылдамдығы кандела арқылы белгіленеді. Халықаралық бірліктер жүйесі олардың бірліктерімен көрсетілгенде белгілі бір нақты сандық мәндерге ие 7 анықтаушы тұрақтылармен анықталады. Мысалы, жарық жылдамдығы С, оның нақты мәні 299,792,458 метр секундқа тең болады. Тарих туралы қысқаша тоқтала кетейік. 1875 жылы 20 мамыр күні Париж қаласында метр туралы конвенцияға 17 мемлекет қол қойды. Шарт бойынша халықаралық салмақ пен өлшем бюросы құрылды. Ол халықаралық метрология мен метрикалық жүйенің дамуын үйлестіретін үкімет аралық ұйым болып саналады. Қазіргі кезде әлемдегі ең ірі елдердің көпшілігі метрлік конвенцияға қол қоюшылар. Яғни олар қызылмен келтірілген. Мына жерде барлық бірліктер мен тұрақтылар анықталған логотип көрсетілген. Логотипін штаб пәтері Францияның Сен-Клауд қаласында орналасқан халықаралық салмақ пен өлшем бюросы шығарған. Барлық физикалық бірліктерді базадан алуға болады. Мысалы, мұнда бізде аты, бірлік атауы, формуласы, символы келтірілген. Үдеу сызықтық, бірлік атауы метр бөлінген секунд квадрат, формуласы метр бөлінген секунд квадрат. Жылдамдық сызықтық, бірлік атауы метр бөлінген секундқа тең. Жиілігіміздің бірлік атауы герц, күш ньютон, формуласы килограмм көбейтілген метр бөлінген секунд квадратқа тең. Физикалық құбылыстар үлкен ауқымды қамтиды. Мысалы, ядролық шығарылым қуат станциясы 6 миллиард болуы мүмкін. 6 миллиард ватт деп айтудың орнына біз жай ғана 6 гигаватт деп айтамыз. Осылайша сандарды салыстыру және оны түсіну әлде қайда жеңіл болады. Сол сияқты мысалы конденсатордың сыйымдылығы 10 көбейтілген 10-ның минус 12 дәрежесі фарад болсын делік, оны 10-ның минус 12 дәрежесі деп айтқанның орнына 10 пикофарад деп айтқан түсінікті және жеңілірек болады. Сондықтан осы стандартты префикстерді қолданамыз. Электр тізбектерінде екі негізгі айнымалылар бар: ток және кернеу. Ток тізбектің элементтері арқылы өтетін заряд ағыны, кернеу зарядтың өтуіне себеп болатын энергия. А және Б арасындағы кернеу ВАБ болады, және керісінше Б және А арасындағы кернеу ВБА болады. Сәйкесінше ВАБ тең минус ВБАға. Элементтегі кернеу оң заряд бірлігін минус терминалдан плюс терминалға ауыстыру үшін қажетті жұмыс. Кернеудің өлшем бірлігі вольт, аббревиатурасы В. 1 кулон заряды 1 вольт потенциалы, яғни кернеу арқылы қозғалғанда 1 джоуль энергиясын береді. Яғни В тең болады ДВ бөлінген ДQ. Қуат бұл энергияны жұмсау немесе жұту уақыттың жылдамдығы. Математикалық түрде қуат П тең болады ДВ бөлінген ДТ-ға. Яғни жұмыстың уақыт бойынша туындысына тең. Қуат элементтегі кернеу мен элемент арқылы өтетін токтың көбейтіндісі. Өлшем бірлігі ватт. П тең болады ДВ бөлінген ДТ тең ДВ бөлінген ДQ көбейтілген ДQ бөлінген ДТ деп те белгілесек болады. Яғни ДВ бөлінген ДQ бізде В-ға тең, ДQ бөлінген ДТ И-ге тең. Тең болады В көбейтілген И-ге. Ток тізбек элементінің плюс терминалынан кіріп, минус терминалынан шыққан кезде терминал кернеу және ток пассивті шарт ұстанады. Яғни қуат элемент арқылы жұтылады. Керісінше минус терминалдан кіріп, плюс терминалдан шығатын болса, онда қуатымыз элемент арқылы беріледі. Төменде көрсетілген элементтерді Т0-ден үлкен немесе тең болғанда, ВТ тең
4 e-нің минус 2t дәрежесі вольт және и-ті тең 6 e-нің минус 2t дәрежесі ампер арқылы қарастырамыз. Т тең 2 секундқа дейін элемент арқылы жұтылған қуат пен энергияны табыңыз. Бұл сұрақта бізде маңызды кілт сөзі жұтылған болып тұр. Қуаттың тізбек арқылы жұтылған энергия екенін қайдан білеміз? ПТ тең болады ВТ көбейтілген ИТ тең болады 24 көбейтілген Е-нің минус 4 дәрежесіне. ВТ тең болады интеграл 0-ден т-ға дейін ПТ көбейтілген ДТ тең болады минус 6 Е-нің минус 4 дәрежесі 0-ден т-ға дейін тең болады минус 6 көбейтілген Е-нің минус 4 дәрежесі қосылған 6-ға. Т тең 2 секунд болғандағы жұмысымыз бізде тең болады минус 6 көбейтілген Е-нің минус 8 дәрежесі қосылған 6-ға. Бұл тең болады 5,198 джоульға. Енді 2 секунд болған кездегі қуатымыз тең болады 24 көбейтілген Е-нің минус 8 дәрежесі тең болады 8 милливаттқа. Яғни милливатт дегеніміз бізде 10-ның минус 3 дәрежесіне тең. Инженерияда жүйенің сандық тәртібін сипаттайтын жүйелердің математикалық модельдерін жасаймыз. Сызықтық емес модельдерге қарағанда сызықтық модельдерді талдау әлдеқайда жеңіл болады. Сызықтық элементтер суперпозицияның да біртектіліктің де қасиеттерін қанағаттандырады. Біртектілік сызықтық құрылғының кірісін тұрақтыға көбейту нәтижеге бірдей әсер етеді. Суперпозиция екі немесе одан да көп тітіркендіргіштер тудырған, берілген жерде және белгілі бір уақыттағы таза жауап. Бұл әр тітіркендіргіштің жеке-жеке туындаған жауаптарының жиынтығы. Суперпозиция мен біртектіліктің математикалық көріністерін қарап көрейік. Жебенің белгіленуі, яғни қосудан жауапқа көшуді білдіреді, немесе кірістен шығысқа. Суперпозиция принципінде біз жүйеге I1 қолдансақ, шығысында V1 аламыз, егер I2-ні қолдансақ, шығысында V2-ні аламыз. Нәтижесінде жеке кірістер мен шығыстарын қосындысын аламыз. Біртектілікте сол сияқты, егер кіріске I-ді қолдансақ, шығысында V-ны аламыз. Яғни біз I кірісіне К тұрақтысын көбейтетін болсақ, онда шығысына да К тұрақтысын көбейтеміз. Және егерде бізде екі жағдайда қанағаттандырылып тұрса, жүйеміз сызықты болады деген сөз. Кейбір элементтердің сызықтық немесе сызықтық емес екенін тексеріп көрейік. Қарапайым резистордан бастап көреміз. Бізге берілген теңдеуіміз V тең R көбейтілген I, сәйкесінше V1 тең болады R көбейтілген I1, V2 тең R көбейтілген I2, V3 тең болады R көбейтілген I1 қосылған I2. Тең болады R көбейтілген I1 қосылған R көбейтілген I2. R көбейтілген I1-іміз бізде V1, R көбейтілген I2-іміз бізде V2, яғни тең болады V1 қосылған V2-ге. Негізінен егер мен кірісті бөлек қолдансам, және оның шығысында бұл жүйеге бір уақытта қолданылатын екі кіріске тең болса, онда жүйеміз суперпозиция принципін қанағаттандырады. Енді жүйені басқа қасиет үшін тексеру керек. V1 тең болады R көбейтілген I, V шығысымыз тең болады R көбейтілген K көбейтілген I1, тең болады К көбейтілген V1-ге. Бірдей тұрақты шығыс демек біртектілік қасиетіміз қанағаттандырып тұр.
Бізде екі принципімізде орындалып тұрғандықтан жүйеміз сызықтық болып табылады. В тең и квадрат теңдеуіміз сызықты бола ма, жоқ па тексеріп көрейік. В1 тең болады и1 квадрат, В2 тең и2 квадрат. В3 тең болады жақша и1 қосылған и2 квадрат тең болады и1 квадрат қосылған и2 квадрат қосылған 2 жақшаны ашыламыз и1 қосылған и2-ге. и1 квадратымыз бізде В1-ге тең, и2 квадратымыз В2-ге тең. Және мұнда бізде қосымша өрнегіміз бар, сондықтан теңдеуіміз В1 қосылған В2-ге тең емес. Және де жүйеміз сызықтық емес болып табылады. В тең и қосылған 3 теңдеуіміздің сызықтық немесе сызықтық емес екенін тексеріп көрейік. Бұл теңдеу сызықтық теңдеу болғандықтан сызықтық жүйе болу керек. Алайда бұл күрделірек сұрақ, сондықтан тексеріп көрейік. В1 тең болады и1 қосылған 3, В2 тең и2 қосылған 3-ге. В3 тең болады и1 қосылған и2 қосылған 3. Яғни бұл теңдеуіміз В1 қосылған В2-ге тең емес. Ол тең болады и1 қосылған и2 қосылған 6-ға. Демек, жүйеміз сызықтық емес дегенді білдіреді. Егер элементке электр тізбегінің қалған бөлігінен жеткізілетін жалпы энергия әрқашан теріс емес болса, яғни нөлдік немесе оң, ол энжар болады. Онда плюс терминалға ағатын энжар элемент үшін келесі шарт т-ның барлық мәндеріне сәйкес келеді. В энергиямыз тең болады интеграл минус шексіздіктен т-ға дейін v-i д тау, ол нөлден үлкен немесе тең болады. Энжар элемент энергияны жұтады. Энжар элементте энергияны жеткізе алады, бірақ тек өзі жұтқан энергияны ғана, мысалы механикалық серіппе немесе конденсатордың электр тізбектерінде. Белсенді элемент энергиямен қамтамасыз етуге қабілетті. Материалдың заряд ағынына қарсы тұру қабілеті кедергі деп аталады. Ол ро символымен белгіленеді. Бірлігі 10 метр. Әдетте бұл 20 градус Цельсийде өлшенген, оны бөлме температурасы деп те атайды. Бізде күмістің меншікті кедергісі төмен, мыс алюминийден сәл көбірек, және темірдікі өте жоғары, сондықтан темірді өзін жеке кабель жасауға қолайсыз деп есептейді. Көп сымдардың ішінен мыстың кедергісі төмен болғандықтан жиі қолданылады. Ал алюминий тығыздығы мен бағасының төмен болуына байланысты электр тасымалдау желілері үшін де жиі қолданылады. Біртекті көлденең қимасының ауданы А және ұзындығы L болатын заттың кедергісі төмендегі формуламен анықталады. Яғни бізде ұзындығы кабель немесе сым үлкейсе, онда кедергіміз үлкейеді, ал ауданымыз үлкейсе, кедергіміз керісінше азаяды. Ом заңы өткізгіштегі ток күшінің кернеумен байланысын анықтайды. В тең R көбейтілген I. Кедергінің өлшем бірлігі ом, ол омега арқылы белгіленеді, яғни 1 ом тең 1 вольт бөлінген 1 ампер. Ом заңын былайша жазуға болады: I тең G көбейтілген V. G 1 бөлінген R-ге тең Siemens бірлігінде өткізгіштікті білдіреді. Тәжірибеде инженерлердің өткізгіштік бірліктер үшін моны қолданатынын көре аласыз. Егер сіз электроника сататын веб-сайтқа кірсеңіз, мыңдаған, тіпті миллиондаған резисторлардың түрлерін таба аласыз. Лабораторияларында, макет тақталарында қарапайым тізбектерді құру үшін
біз металл пленка резисторларын қолданамыз. Ал энергетикада тоқ өлшеуге арналған арнайы қосымшаларда сымды керамикалық резисторлар қолданылады. Егер сіз ескі компьютерді ашып қарайтын болсаңыз, онда мына түрдегі резисторлық массивті көресіз. Бұл резисторлық массивтің әртүрлі аяқтар арасында әртүрлі қарсылық мәндерін өлшейтін боласыз. Біз смартфондардың көпшілігі миниатюризация қажеттіліктеріне байланысты олардың беткі жағына орнатылатын беттік бекіту резисторлары пайдаланылады. Олар резисторлардың беткі қабаттарының басқа түрлерімен салыстырғанда және адамның машиналармен өзара әрекеттесу үшін өте кішкентай. Айнымалы сызықтық резисторлар роботтың бірлескен бұрыштарын өлшеу үшін робототехникада жүгірткінің орнын дәл түсіну үшін қолданылады. Біз кейбір параметрлерді реттеу үшін тізбектегі потенциометрлер деп те аталатын айнымалы резисторларды да қолданамыз. Біз металл толтырылған резисторлардағы түс кодтарын, олардың мәндерін, сонымен қатар төзімділік пен температура коэффициенті сияқты кейбір басқа қасиеттерді түсіну үшін қолдана аламыз. Мысалы, 4 жолақты резисторда бірінші жолақ ондықты, екінші жолақ бір жолды, үшінші жол көбейткіш, төртінші жолақ төзімділіктің мәнін білдіреді. Осы мысалды қарастырып көрейік, яғни бірінші жолымыз бізде қызыл 2-ні білдіреді, екінші жолағымыз күлгін 7-ге тең, үшінші жолағымыз қызғылт сары 1000-ға тең, яғни 27 000. Бұны 27К деп те қысқартсақ болады. Төртінші жолағымыз төзімділік түсі алтын, яғни 5%-ді білдіреді. Басқалайша айтқанда, бұл резистордың мәні 27 000-нан 5%-ға жоғары немесе төмен болуы мүмкін дегенді білдіреді. Біз неліктен барлық қосымшаларда 1%-ді қолданбаймыз? Себебі төзімділіктің қатаңдығына байланысты резисторлардың бағасы да жоғарылайды және бізге көптеген қосымшалар үшін үлкен дәлдік қажет емес болады. Осымен біздің бірінші дәрісіміз аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңыз үшін рахмет.